Сәлем досым, Медина Kids каналына қош келдің. Бүгін өте қызықты ертегі, құбыжық пен сұлу ертегісін көретін боламыз. Бұл ертегі өте қызықты болады. Экраннан алыстама, каналға тіркеліп лайк басып кет. Ал кеттік, ертегіні бастаймыз. Бұл қарапайым ертегі емес. Бұл қарғысқа ұшыраған ханзада туралы ертегі. Баяғы өткен заманда сұлу да сымбатты, атақты, бай, бірақ өзімшіл ханзада өмір сүріпті. Мен неткен сымбаттымын. Мен сияқты ханзада жер бетінде жалғыз. Қызметшілер қайда жүр, неге келмей жатыр? Сендер қайда жүрсіңдер, тез киімімді дұрыстаңдар. Дұрыстап жаса. Сарайды ханзадам, ашуыңызды басыңыз. Кешіріңіз, ханзадам. Таңғы ас дайындаңдар. Иә, ханзадам. Бүгін кешке сауық кешін ұйымдастырамыз. Атақты лауазымды адамдарды шақырыңдар. Барлығын әдемі етіп ұйымдастыратын болыңдар. Иә, ханзада, бәрі әдемі. Барлығын реттейміз. Қонақтарды өте жақсы. Сауық кеші басталды. Алайда ханзада ештеңені ұнатпай, қызметшілеріне ұрсып жатыр. Бір кезде сарай есігінен үстіне жұпыны киініп алған, қолында шыны ыдыста раушан гүлі бар кемпір кіріп келді. Алдынан ханзада Саған не керек? Ханзада, мына гүлді ал. Орнына сарайыңда бір түн түнеп шықсам деген еді. Сен кемпір не айтып тұрсың? Сендейлерге бұл сарайда орын жоқ. Мына гүлің маған бір тиын ғана керек емес. Ханзада, сен өте үлкен қателік жасадың. Сенің өзімшілдігің өз түбіңе жетеді. Кемпір сол кезде өте сұлу сиқыршыға айналады. Бүкіл сарайға қарғыс айтып, ханзаданы құбыжыққа, ал қызметшілерін шәйнекке, шамға және де сағатқа айналдырып жібереді. Сол кезде ханзада қатты ашуланады. Сен не істедің? Мені және қызметшілерімді қалпына қайтар! Бұл сиқырдан тек бір жолмен ғана құтыла аласың. Ол шынайы махаббат. Сені шын сүйе алатын қыз тапсаң, сол кезде ғана сиқыр өз күшін жояды. Бұл сенің өзімшілдігіңнің, жүрегіңнің қаттылығының жазасы. Өз түрінен ұялған құбыжық ханзада сарай ішінен ешқайда шықпай тығылып өмір сүрді. Жылдар өтіп, раушан гүлі сола бастады. Ол өзін ешкім сүймейтініне сеніп үмітін үзеді. Ал сол маңайдағы ауылда өте сұлу, мейірімді қыз өмір сүрді. Сұлу қыз қиял ғажайып әлемдер және махаббат туралы кітаптарды оқығанды ұнататын еді. Сұлу қыздың әкесі саудагер еді. Әкесі бір күні қызының жанына келді. Сұлу қызым менің. Мен тағы да жұмыс бабымен кетіп бара жатырмын. Әкешім, бүгін ауа райы боранды болып тұр ғой, бармай-ақ қоярсың. Уайымдама қызым, әдеттегідей ауа райы ғой. Қызым, саған іс сапардың қандай сыйлық әкеліп берейін айта ғой. Әкешім, маған қымбат сыйлық қажет емес. Барған жеріңізден бір раушан гүлін әкелсеңіз болды. Жарайды қызым. Әке, сіз кетіп барасыз ба? Иә қызым, мен ораламын. Сағынамын, әке. Мен де қарағым, күте тұр. Қош болыңыз, әке. Қош бол қызым. Әкесі қызымен қоштасып, атына мініп жолға шығады. Сол күні қар борап, орман ішінен адасып кетеді. Жол таба алмай қиналып, алдынан шыққан сарайдың ішіне кіреді. Сарайдың ішіне кірсе, дастархан толы дәмді тағамдар. Ешкімнің жоқ екенін көрген әке, қарны аш болған соң, дастархан басына жайғасып, тамақтанып алады. Сарайдың ішінен шығып бара жатқан кезде, шыныдағы раушан гүлін көреді. Қызының раушан гүлін сұрағаны есіне түсіп, гүлді алайын деп жатқан кезде, артынан құбыжық ханзада келеді. Сен менің асымды іштің, үндемедім. Бірақ раушан гүлге тигеніңді кешіре алмаймын. Менің жалғыз қызым бар, ол раушан гүлін сұраған болатын. Сол үшін алмақшы болдым. Мені кешіре көр. Сен енді менің зынданымда қалған өміріңді өткізесің. Жарайды. Бірақ бір өтінішім бар, артқа қайтып қызымды бір көріп келсем деп едім. Өтініш. Жарайды, ертең кешке дейін саған уақыт беремін. Ертең айтқан уақытыма дейін келмесең, өзіңмен қос отбасының да көзін құртамын. Әкешім, жақсы барып келдің бе? Қызым, кел мұнда отыршы, саған айтар сөзім бар. Қызым, мені жақсылап ақылмен тыңда. Мен кеше іс сапарда жүргенде адасып құбыжықтың сарайына кіріп кеттім. Асын іштім.
Кетейін деп жатқанды шыныдақ Раушангүлін көріп қалдым. Сол Раушангүлді алайын деп жатқан кезде қасыма құбыжық келіп, ол Раушангүлге түсуге болмайтынын, енді өмір бойы оның зынданында болатынымды айтты. Жоқ, әкешім, олай болмайды. Оны мен барып өзім сөйлесемін. Сіз ол гүлді мен үшін алмақшы болдыңыз ғой? Сұлу қызым, менің жылама. Ол маған сенің қасыңда бола тұруым үшін ертең кешке дейін уақыт берді. Әке, жоқ, мен сені жібере алмаймын. Бәрі жақсы болады, қызым. Мен сені қатты жақсы көремін, әке. Әкешім, мені кешір. Мен сені ол жаққа жібере алмаймын. Қош сау бол. Сұлу қыз атымен бірге орманнан өтіп сарайға келеді. Сарайға кіріп, ешкімді таба алмай, бір бөлмедегі кереуетке жатып ұйықтап қалады. Таңертең ұйқысынан тұрғанда әдемі көйлекті көріп таң қалады. Үстіне киіп сарайды аралап жүреді. Кенеттен тықыр еткен дыбысты естиді. О, сәлем. Қалай сонда сендер? Сәлем, сұлу қыз, сарайға қош келдің. Мә, анашым қарашын еткен сұлу қыз. Иә, расында да, сендермен танысқаныма қуаныштымын. Енді біз сиқырдан құтыла аламыз ба? Құтыламыз деп үміттенемін. Қорықпа, менің саған еш жамандығым жоқ. Әкемнің орнына мен келдім, өмір бойы зынданда отыруға дайын. Зынданға отырма, кешкі ас кешкі жетіде кешікпей келетін бол. Ханзадам, ашуланбаңыз. Бұл қыз бәлкім бізге сиқырдан құтылуға көмектесетін шығар. Сен менің түріме қара құбыжықты кім жақсы көреді дейсің? Ханзадам, ашуыңызды басыңыз, әрекет етіп көріңіз. Жылы сөйлесіңіз, әңгімелесуге әрекет жасаңыз. Саған не ұнайды? Маған кітап оқыған ұнайды. Қиял ғажайыпқа толы кітаптарды жақсы көремін. Сарайдың кітапханасына кіріп қалаған кітабыңды алсаң болады. Сарайда кітапхана бар ма? Иә, бар, жүр көрсетейін. Вау, қандай ғажап кітапхана. Осылайша сұлу қыз бен құбыжық Ханзада достасады. Бірге уақыт өткізіп, бірге кітап оқиды. Сұлу қыз Ханзадаға вальс билеуді үйретеді. Күндердің күнінде сұлу қыз әкесін сағынып, көңілсіз сыртқа қарап тұрады. Қасына құбыжық Ханзада келеді. Неге көңіл күйің жоқ? Бәрі жақсы, тек әкемді сағындым, бір көрсем деймін. Үйіңе барып қайтуыңа рұқсат беремін. Ертең кешке дейін келіп үлгеруің керек. Рахмет, қатты қуандым. Сұлу қыз қуанғанынан атына міне шаба жөнелді. Құбыжық Ханзаданың не айтқанын дұрыс ести алмады. Үйіне келсе, әкесі төсек тартып ауырып жатыр екен. Әкесі қызын көргеніне қатты қуанып, бірге тамақтанып, әңгіме дүкен құрып отырады. Сұлу қыз қалай кеш батқанын да байқамай қалады. Құбыжық Ханзада кеш батқанын көріп, енді сұлу қыз қайта оралмайды деп ойлайды. Әке, кеш болып кетті, мен кетуім керек, кешіктім. Қызым, барма, керек емес. Жоқ, әкешім, кетуім керек. Қызым! Кешіріңіз, мен кешірім сұраймын. Мен сені кешірдім, сұлу қызым. Жоқ, Құбыжық Ханзада, өлме. Уа, Құбыжық Ханзада, мені тастап кетпе. Кенеттен Құбыжық Ханзада көкке көтеріліп, тылсым күш тарап, сиқыр өз күшін жояды. Ханзада бұрынғы сұлу да сымбатты қалпына қайта келеді. Ханзада мен сұлу қыз бірге бақытты өмір сүреді. Досым, міне ертегіміз аяқталды. Менімен бірге болғаныңа рахмет. Қалай, саған ұнады ма? Ұнаса, лайк басып пікір қалдыр. Қош сау бол.